Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Информатика пәні 3-ші тоқсан бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмаларды талдайтын боламыз. Python тілінде программалау бөлімі бойынша екінші жиынтық бағалау. Олай болса, мен бірінші тапсырмаға өтейін. Бірінші тапсырма: өрнектің бүтін бөлігін және қалдығын есепте. Мен сіздерге жауаптарын жазып қойғанмын. Солай алайда сіздерге қалай шығарылғанын түсіндіре кетейін. Жақсы, бірінші есепте біз бүтін бөлігін есептеу үшін 2 слэшті пайдаланамыз. Және де қалдығын есептеу үшін пайыз командасын пайдаланамыз. Енді осы жерде қарайтын болса, үшінші есепте осы пайызда қалдықта келіскен. Олай болса, мен бірінші есептен бастайын. Бірінші есепте әр тапсырманың бір есебінен көрсететін боламын. Дәл солай сіздерде қалғандарын шығара бересіздер. Бірінші есеп 28 бөлу 5 дейді. 28-ді 5-ке бөлеміз, қаншадан түседі? 5-тен береміз. 5-ті 5-ке бөлсек 25. Азайтамыз. 3 5-ке жетпейді. Содан кейін жанына 0 береміз. Бізге мына жерге өтірі пайда болады. 30-ды 5-ке бөлсек 6-дан түссе 6 5-ке 30, 30-бен аяқталады. Болды. Енді қараңыздар, бұл жерде жауабымыз 5,6 деген жауап шықты. Осының ішінде бізге бүтін бөлігін есепте деп тұр. Мына есептерде бүтін бөлігі бізде өтірден алдын, нүктеден алдыңғы сан бүтін сан, ал одан кейінгі сандар қалдық сан болып есептелетін болғандықтан біз 5-ті бүтін бөлігіне аламыз. Жауабы содан кейін де 5 деген жауап шықты. Олай болса, мен қазір программада көрсетіп жіберейін, қалай жасалғанын. Программада біз қалай жазатынымызды көрсетейін. Бірінші Python бағдарламасын ашып аламыз. Python бағдарламасында дәл осы командаларды орындаймыз. Дәл осы командаларды. Print, дәл осы көрініп тұр ғой. Printті аламыз, нәтижені экранға шығару. Жаңағы 28 2/5 дегенді жақшаға алсақ, болды, бізге осының жауабын шығады. Ран батырмасын басамыз, бізге осындай жауаптар шығып береді. Дәл осының жауабы 5, 0, 16, 1, 5. Дәл осы жауаптар шығады. 5, 0, 16, 1, 5. Екінші есепті кететін болсақ, екінші есепте пайыз қалдық бөлігін есептейміз. Осы жерде 26 бөлінген 26. Енді 26 мен 26-ның ішінде бұл бір-ақ рет бар, дұрыс па? 1/26, екеуінен алсақ 0. Енді қараңыздар, әрбір сан мен санның арасында белгілі бір сандар болады. 1-ден 2-ге жету үшін 1,0, одан кейін 1-де 1 деп дәл осылай жетеді. Содан кейін де бізге мына жерде көрінбей тұрған 0 бар. Нүктенің ішінде. 1 болғаннан кейін бүтін 0 бар. Енді осы бізге қалдық бөлігін ал деп атқаннан кейін бізге нүктеден кейінгі бізде осы қалдық бөлігін алып жазамыз. Дәл осылай қалған есептерді де шығарып кете береміз. Олай болса, мен екінші есептің командаларын көрсетейін. Бізде екінші пайыз бойынша Python'ды ашып аламыз. Python'да дәл осы команданы жазсақ, бізге ран батырмасын басамыз. Жауап былай шығады. 0, 1, 8, 1, 9. Дәл осы жауаптар шығады. 0, 1, 8, 1, 9. Келесі есеп сәл күрделірек болады. Бұларға қарағанда сәл күрделеу болады. Алатын болсақ, бізде 12 10-ға бөлді, бүтін бөлігін, қалдық бөлігін алып,
14-ке бөл дейді. Енді 12 пайыз 10 бөлеміз 14-ке тең жауабы дейді. Енді қараңыздар, 12-ні 10-ға бөлсек 1,2 деген жауап шығады. Бұл жерден қалдығын ал деп тұр, пайыз қалдығын ал дейді. Біз 2-ні аламыз. 2-ні 14-ке бөлген кезде біз 2-ге бір 0 түсіру үшін мына жаққа 0 деген сан беріледі. Нүкте өтір қойылады. Енді ары қарай бізге дальше шығарудың да қажеті жоқ. Неге десек, бүтін бөлігін ал деп тұр, бүтін бөлігі 0. 20 ішінде бір реттен беріледі деп бит ары қарай шығарып кетудің қажеті жоқ. Бірден біз логикаға саламыз да 0-ді ала саламыз, болды. Ары қарай қажеті жоқ. Түсінікті ме? Дәл осылай бірінші есеп шығады жауабы. Енді бұл жерде қалған есептерде тура солай шығады, бірақ біздің мына жерде бір есебіміз ғана басқаша шығады. Үшінші есепте қарасаңыздар, бүтін бөлігі, қалдық бөлігі демеген, бұл жерде тек қана математикалық амал бөлу орындалады деген. Мысалға 36-ны бөл 10-ға деген, тек қана 10-ға бөл, қалдығын ал демеген. Одан шыққан санды 3-ке бөлді, есепті шығар дейді. 36-ны 10-ға бөлсек 3,6 деген жауап шығады. Енді бұны бұған бөлмейміз. Біз мұнаны round командасы бойынша round функциясы бойынша жуықтап аламыз. 3,6-ны бүтін бөлікке дейін жуықтап аламыз. Яғни 3,6 3,5-тен асқан санды round пен 4 деген сан шығады. Бұл жерге 4 3-ке бөлеміз. Дәл осындай жауап шығады. Ішінде бір реттен бар, бір қалдық қалады. Сонда бізге қалдық бөлігін ал деп тұр. Қалдық бөлігін алған кезде бір деген жауап шығады. Түсінікті болса, мен енді программасын көрсетіп берейін. Міне, бірінші есептікі, екінші есептікі, үшінші есепті уже round функциясы қосылады, және де нәтижені round арқылы осылай шығарып бер деп тұрмын. Ранды басамыз. Ранды басқан кезде бізге мұна нәтиже шығады. 0, 0, 1, 1, 2 деген нәтиже шығарады. Өздеріңізде компьютермен тексеріп көріңіздер. Python бағдарламасында. Міне, 0, 0, 1, 1, 2. Түсінікті деп ойлаймын. Ары қарай кеттік. Келесі. Pythonда төмендегі фигураларды экранға шығаратын программа құрастыр дейді. Бұл бірінші сабақтарда өткен болатынбыз. Енді осыны шыршаларды, жаңағы терезені, сандарды қалай шығарамыз. Мен командаларды, программаларды теріп жазып қойғам. Соларды дәл солай істеуіміз қажет болады. Біріншісін ашайын. Бірінші бізде сан, сандарды ашу. Міне сандарды қараңыздар. Print нәтижені экранға шығар. Бірді осы тырнақша қалсақ, бірдің өзін бір рет шығарады. Енді екіншісін 2 көбейтілген 2 рет. 2-ні бізге 2 рет шығар деп тұр. Дәл солай 3 рет деген сияқты кете береді. Бұл бізде естеріңізде болса, арман сөзін 5 рет жаз деген кезде тапсырмада бар тұғын. Дәл сондай тапсырма болды. Ранды басам, F5 немесе. Бізге дәл осы жауап шығып береді. Дәл осылай кітаптағыдай ғып шығарып береді. BJB-дағыдай ғып. Олай болса жазып алыңыздар, келесіге өте берейін. Келесі бізде терезені ашу. Терезе. Сіздер қараңыздар. Мына жерде мен жұлдызшаны 11 рет жазғам. 11 рет жазылған. Ге көбейт. Бізде жұлдызшаны санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 жұлдызша болса, мен жұлдызшаны 11 рет шығар деген. Дұрыс па? Одан кейінгісі, қараңыздар. Бірінші тұр,
арасы қанша ашық? 1 2 3 4 төртеу ашық, көрдіңіздер ме? Төртеу ашық болғаннан кейін мен мына жерге 4 пробел тастап кетемін. 1 2 3 4 арасы ашық. 4 пробелді басып арасын ашамын да, және де 3 рет 3-ке көбейді, 3-еу шығар деп тұрмын. Сонда міне көрдіңіздер ме? 1 2 3 3-еу болып тұр, енді келесіде міне қараңыздар, ары қарай дәл сол нәрсе қайталанады тек қана. Міне бірінші, екінші, мына жерде уже қайталану кеткен. Түсінікті болса, мен рам батырмасын басам, нәтиже экранға шығады. Экранға дәл осындай нәтиже бізге шығады. Міне. Көрініп тұр ма? Дәл осылай нәтиже шығады. Команданы тоқтатып жазып алыңыздар, немесе жаңа компьютерда тексеріп көріңіздер. Үшінші, жұлдызша. Міне көрдіңіздер ме? Шырша. Шыршаны қалай шығарамыз? Шыршаға да команданы дайындап қойғанмын, алдын ала уақыт кетпес үшін ашып аламыз. Мені қараңыздар, мен мына жерге пробел қалдырып кеткем. Қанша пробел қалдырып кеткем, көрдіңіздер ме? Бізде мына жерде, мынау жұлдыз қай жерде тұр? Мынаның астындағының 1 2 3 4 пробел тастап кеткем. 4 пробелдан кейін жұлдызша шығады бір өзі. Одан кейін қанша ара қашықтық қалады, соған байланысты қалдырып кетіп отырғанмын. Ең соңғысында ғана ешқандай орын қалдырмағанмын. Жұлдызшаны 9 рет қайталап. Бұл жерде орын қалдырмаған, жұлдызшаны 9 жұлдызшаны жазсақ бізге болды. Енді рам батырмасын басамын. Рам батырмасын басқан кезде бізге міне дәл осы нәтиже шығады. Жақсы, олай болса, түсінікті болса, командаларды көріп алыңыздар. Компьютерда тексеріп көріңіздер. Жақсы, мен олай болса үшінші тапсырмаға өтейін. Үшінші тапсырмаға қараңыздар. Мен тиісті қызметті орнына жаз, сан модулін бер, бөлшек санды бүтін санға айналдыр, санның бүтін бөлігіне жуықтай дейді. Мен бұл жерге дұрыс жауаптар жазып қойғанмын. Біздегі дұрыс жауаптар міне әрқайсысы өзінің қатарында тұр. ABS санның модулін береді. Міне осы жерде дұрыс жауап осы жазып қойғанмын. Int деген бүтін сан еді. Енді бізде бөлшек санды бүтін санға айналдыру программа коды. Round, жаңағы round функциясы санның бүтін бөлігіне дейін жуықтайды. Көрініп тұр ғой, 5-8, егер 5/5-тен асып кеткен сан болса, оны немесе жаңағы жартысынан асып кеткен болса, оны бізге бүтін бөлігіне одан кейінгі санға жуықтап береді. Міне, бізге жауаптар осы үшеуі. Жақсы, олай болса, 4-ші тапсырмаға өтейін. 4-ші тапсырмаларға берілген айнымаларға type функциясын қолдансаң, осы типтердің қандай түрін аласың дейді. Мен бұл жерде де жауаптарын жазып қойдым. Міне жауаптары. Бізде міне қараңыздар, нақты сан қандай да бір жанында қалдығы бар сан болатын болса, нақты санға жатады. 1,0 болса да, ол қалдық санға жатады. Енді қараңыздар, мына жерде тырнақшаға алынған сөз, ол бізге str жолдық типке жатады. Және де true дегеніміз логикалық амал еді. Boolean. Одан кейінгісі -25x, -25 дегеніміз бізде бүтін сан болғандықтан int типіне жатады. Және де қалғандары да тура солай кете береді. Жақсы, олай болса, сабақ жауаптары түсінікті болған болса, сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Біздерге қолдау ретінде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызға бөлісулеріңізді сұраймыз. Рахмет, сау болыңыздар.